15-ші дәріс Бернияз Күлейұлы шығармашылығы. Бернияз Күлеевтің шығармашылық өмір жолы, шығармаларының жариялану мен зерттелу жайы айтылады. Ақынның поэзиялық шығармаларындағы адамгершілік, ағартушылық идеялар көрінісі айқындалады. Бернияз Күлеевтің әлеуметтік көңіл-күй, махаббат, пейзаждық лирикаларына байланысты түрлі пікірлерді сарапқа саламыз. Ақынның альбомдық өлеңдері, ақын поэмалар мен балладалары бүгінгі дәрісіміздің арқауы болмақ. Бернияз Күлеев 1899 жылы қазіргі Орынбор облысының Бөрте ауданында дүниеге келген. Әкесі Бекен Бернияздың 8 жасынан бастап ауыл молдаларына оқуға береді. 1911-12 жылдары Тұмаркөл болыстық мектебінде оқиды. Одан кейін Бөрте болысындағы 2 сыныптық мектепте оқиды. 1917-18 жылдары Орынбор мұғалімдер семинариясында оқиды. Орынбор қаласы ол кезде қазақтың зиялы қауымы жиналған мәдени, рухани әрі саяси қоғамдық орталыққа айналған болатын. 1917 жылы екінші жалпы қазақтық съезіне қатысады. Бұл 5-13 желтоқсан аралығында өткен болатын. Осындай оқиғалардың әсерінен ел ерлеріне 1917 жылға алға өлеңдерін жазады. 1920 жылдан өмірдің соңына дейін Қазан қаласында ағарту комиссариатының баспасөз хатшысы болып қызмет істеді. Осы жылдары Мағжан Жұмабаевтың бір томдық жинағын шығарып, алғыс сөз жазды. Сұлтанмахмұттың Адасқан өмір, Кедей, айтыс поэмалар енген алғашқы жинағын шығарды. Ақын замандастардың ішінен Бернияз Күлеев Сұлтанмахмұт Торайғыровты өзіне жақын тартты. Абай, Сәкен шығармалары жинағы шықты. Ақынның алғашқы жинағы Айтшы Аққайың деген атаумен 1969 жылы жарияланды. Ақын шығармашылығын алғаш монографиялық тұрғыда зерттеген Жәнбек бұл кісі 2021 жылы Бернияз Күлеевтің өмірі мен шығармашылығы деген монографиясын жариялаған болатын. Батырбековтің құрастыруымен Бернияз Күлеев таңдамалы шығармалар жинағы 2000 жылы көпшілікке ұсынылған. Яғни Бернияз жайлы деректер көп деп айтуға келмейді, десе де осындай авторлардың монографиялық еңбектерінде біз авторға байланысты, Бернияз Күлеевке байланысты біраз дүниелерді білеміз негізі. Бернияз Күлеев талантты лирик ақын. Ол өзінің өлеңдерінде заманның әуеніне орай анда-санда күйректік білдірген кездерде болды. Бұл Мағжанға да тән еді, бірақ көбіне мықтылық танытып отырды. Қысқа өмірінде ол ізденудің, оқудың, адасудың барлық жолдарынан өтті. Бернияз Күлеевтің лирикасы мен поэмаларында еркіндіктің лебесі еді. Ақынның поэзиясы өзінің сезім құпиясымен, өршіл романтикасымен ерекшеленеді. 20-ші ғасырдың басында қазақ мәдениеті мен әдебиетінде талантты ақын Бернияз Күлеевтің шығармашылығы үлкен орын алады. Қысқа өмірінде 200-ге жуық өлең, қысқа шумақтар, балладалар, поэмалар жазады. Орыс классиктерінің кейбір үлгілерін қазақ тіліне аударды және қымбат мұра қалдырды. Өміріне қысқаша былай көз тастап қарап отыратын болсақ, ағартушылық қызметтен бастап ақындық талантын толығымен танытты деп айтуға болады. Жалпы Бернияз қазақ лирикасын мазмұн мен түр жағынан байыта түсуде елеулі еңбек сіңіргенін, әсіресе жеке бастың толғанысын әрі нәзік, әрі терең біле білуде мол табысқа жеткендігін байқаймыз. Қараңғы жазғы бір түні, ажал, сүю, мұң, бар ойым бастан кешті, көзім көру еді осыншама құмарың, мұңайма, хатыңды алып, қаптаса қамалса, қалың қайғы шындық сынды, жас ақын сенің, жас жаның, жеті түн жымжырт ұйқы, бозда ботам бозда, ит көңіл, арсыз көңіл, әуре көңіл тағы басқа альбомдық өлеңдерін жазды. Бернияз қазақ өлеңіне түрлі лептер енгізіп, жаңашылдықпен байытып, көркемдік маңыздылығын арттырды. Оның шығармашылығында қазақ даласының көркемдік ізденістері, адамға деген құрмет, ұлт тағдыры мен тарихына жанашырлықта айқын көрінді. Осы тұрғыдан алған кезде Бернияз Күлеевтің Мағжан Жұмабаевпен, сосын Абай лирикасымен өте жақын екендігін айқын сезінеміз. Мағжанның өзі жалпы Бернияз Күлеевке байланысты әдеби толғам жазған. Сол әдеби толғамында алаш кезеңіндегі Бернияз Күлеев шығармашылығының өзіндік ерекшелігін атап көрсеткен болатын.